Баршаңызға сәлем. Біз бүгін үй жағдайындағы Орео печеньесін жасаймыз. Сары майдың үстіне қант ұнтағын қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Кейін үстіне шым-шым тұз қосып, миксердің көмегімен аппақ болғанша араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң біз сарыуызымызды қосып, тағы да араластырамыз. Кейін ұнымыздың ішіне какаоны қосып, електің ішінде араластырып, барлығын қосып, бірінші жай араластырып отырып, кейін миксермен араластырып, біздің қамырымызды дайындаймыз. Ол қамырымызды 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кішкене қатуы үшін ол арада біз кремін жасаймыз. Ең алдымен сары майды миксерлеп аламыз. Содан кейін оның үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап біркелкі болып араласқанша араластырамыз. Сонда біздің креміміз дайын болады. Бұл креміміз өте дәмді болып шығады. Тап Орео печеньесінің креміне қатты ұқсайды. Сіздер миксермен жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар. Сонда қант ұнтағымен бірге араласып, өте дәмді болып шығады. Кейін одноразовый мешокқа салып, біз жаңағы креміміз дайын болады. Содан кейін біздің жаңағы холодильникке қойған тестамызды алып, екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Жайғаннан соң домалақ форманың немесе стаканның көмегімен біз домалақ формасын кесіп алатын боламыз. Кез келген формада жасасаңыздар болады, немесе үлкен бір Орео печеньесін жасасаңыздар болады. Содан кейін 180 градуста 7 немесе 8 минут пісіріп аламыз. Барлығын одан артық ұстауға болмайды, себебі біздің печеньеміздің дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Содан кейін пісіріп алғаннан соң біздің кремімізді барлығына өлшеп бірдей қылып саламыз. Содан кейін біздің Орео печеньеміз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Мен сіздерге жасауға кеңес беремін. Кейін начинкасын кремін қойғаннан соң оны холодильникке қату үшін біразға қойып аламыз. Содан кейін біздің осы Орео печеньеміз дайын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Алтынай.